Баршаңызға қайырлы күн достар. Бүгін сіздерге трендтегі хит копилканың жасалу жолымен бөлісетін боламын. Видеоны соңына дейін көріп, менімен бірге болып лайк басып, каналға тіркеліп отырыңыздар. Жұмыс жасау үшін бізге осындай коробка қажет болады. Және хит копилканың негізгі шаблоны. Бұл шаблонды менің телеграм каналыма қосылу арқылы таба аласыздар. Дәл қазір осыны контур бойынша қиып шығатын боламыз. Коробкамызға копилканың сеткасын жабыстыру үшін осындай двусторонний скотчты пайдаланамын. 4 жағына жабыстырып шығамыз. Сеткамызды коробканың бетіне қойып, өлшем бойынша жан-жағынан 4 нүкте қойып аламыз. Одан кейін оны бетіне жабыстыратын боламыз. Мен самоклейка қағазды қолданбаймын, өйткені самоклейка қағазбен сіздер сәл қисық жабыстырсаңыздар, коробкаларыңызда, қағаздарыңызда бөлініп, одан кейін оны ешқалай өзгерте алмайсыздар. Сондықтан осындай қарапайым 160-200 граммдық қалыңдықтағы фото қағазға шығарсаңыздар жеткілікті. Коробкамыздың төбесіндегі жұқа жағынан ақша салатын тесік қалдыратын боламыз. Мен коробканың екі шетінен 9,5-9,5 см болатындай өлшем қалдырамын және сол өлшемдер бойынша ортасында қалған ұзындықты кесіп алып тастаймын. Ол үшін кәдімгі канцеляриялық пышақты қолдансаңыздар болады. Ақша салатын тесіктің шамамен ұзындығы 4-5 сантиметрдей, ал жалпақтығы 3-5 миллиметрдей болса жеткілікті. Қорабымыздың астыңғы ашылатын тұсына двусторонний скотчты жабыстырып қоюды ұмытпаймыз. Копилкаға ақша толтырып бастаған кезде копилкамыздың беті ашылып кетпейтіндей. Бірақ әзірге оны біз жаппаймыз. Бұл коробка менде 500 000 теңгеге арналған. Каналдан сіздер 1 миллион теңгеге дейінгі аралықтағы хит копилкалардың шаблонын таба аласыздар. Өздеріңізде жасап көріп, фото отчетпен бөлісуді ұмытпаңыздар.